Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырудағы өзгерістер. Бірыңғай тестілеуді 2 рет тапсыруға мүмкіндік беріледі. Как быть, если вы столкнулись с буллингом? Мы внедрили менеджера по профилактике правонарушений. Жазғы каникулда балалар мектепке бара ма? 17 маусымға дейін жоспарлап отырмыз. Бино мектебіне қалай түсуге болады? Ұстаздардың айлық жалақысы өзгере ме? Балабақшалардағы жағдай қалай? Осы және сізді мазалаған басқа да мәселелер бойынша Ел мен Орда арнасынан тамашалай аласыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ел мен Орда арнасы. Бүгін өздеріңізбен Елордамыздағы білім саласын талқылайтын боламыз. Ендеше бастайық. Бүгін біздің эфирімізге Нұр-Сұлтан қаласы білім беру басқармасының басшысы Қасымхан Сенғазыұлы келіп отыр. Хош келдіңіз, сәлеметсіз бе? Рахмет, сәлеметсіз. Қасымхан Сенғазыұлы, бағдарламаға дайындалмас бұрын біз сіздің өмірбаяныңызды қараған болатынбыз. Сіз 2002 жылдан бастап мұғалім ретінде еңбек жолыңызды бастаған екенсіз. Содан бері 20 жылдан бері осы білім саласында жүрсіз. Білім беру басқармасының басшысы ретінде, білім саласының маманы ретінде айтыңызшы, Елордадағы білім беру сапасына көңіліңіз тола ма? Енді Елордамыздағы білім беру деңгейі бастауыш сыныптардан бастап, немесе балабақшадан бастап, оны колледждарға дейін, жоғарғы оқу орындарына дейін бізде жақсы деңгейде білім беру саласына өте үлкен көңіл бөлінеді. Қазіргі таңда барлық жағдай жасаған қаладағы бюджеттің өзінен айтуға болады. Қаладағы білім беру саласына бөлінетін бюджет жыл сайын өсіп келе жатыр. Егер де былтырғы бюджет 140 миллиард болатын болса, білім саласының бюджет, биылғы бюджет уже 150 миллиард. Бір жылдың өзінде 10 миллиардқа бюджеттің өскен. Ол не деген сөз? Ол неге сен білімге деген, білім саласына деген бөлініп жатқан үлкен мемлекет тарапынан бөлініп жатқан үлкен көмек. Көп пайызы ұстаздардың жалақысы, өзіміз жақсы білеміз, президентіміздің қолдауының арқасында 2019 жылдан бері педагог мәртебесі заңы қабылданған болатын. Сол заңның аясында жылдан жылға жалақы өсіп келе жатыр. 1 қаңтардан бастап қаламыздың ұстаздардың жалақысы тағы да 25%-ға көтерілді. Сондықтан өзінің қазір сондай өзімен өзі жұмыс жасап, өзін өзі дәлелдеп, өзін жақсы ұстаз екен көрсетіп жүрген ұстаздарға жақсы жалақы да төленіп жатыр. Сондай ұстаздар жеткілікті қаламызда. Соларға бюджеттің 85%-ы қаламыздың ол ұстаздардың жалақысына. Одним из самых актуальных, обсуждаемых вопросов в этом году это была дистанционка. В редакцию Елорда поступало очень много пожеланий, жалоб касательно этого вопроса. В связи с этим мы проводили специально социальный опрос среди наших читателей, в котором 74% говорили, что они недовольны качественным дистанционным образованием. Можете прокомментировать, пожалуйста, эту ситуацию? В целом мы обрадовались, когда 1 сентября нам сказали, что пойдете в школу, сядете за школьные парты. Мы, честное слово, обрадовались. Переход на дистанционное обучение – это была вынужденная мера, мы все знаем. Первые месяцы внедрения дистанционного обучения, первые даже, наверное, полгода, было очень тяжело. В первую очередь было тяжело детям, в вторую очередь было тяжело нашим учителям. Учителя было сложно, потому что им легче было, смотря в глаза ребенка, рассказывать свой предмет. А здесь ребенок за экраном, им было тяжело донести само содержание своего предмета. Да. Конечно, обучение проводили, но быстрыми методами. Но что хорошо, учителя быстро привыкли. Можно сказать, в течение 3-4 месяцев учителя быстро привыкли к этому, быстро организовались, быстро были созданы со стороны акимата условия для учителей. И, конечно, вопрос качества образования, да, есть. Признаем, что качество оно упало. Но, тем не менее, качество мы удержали,
но мы уже после выхода с дистанционного обучения увидели, провели срезы знаний, и у нас срезы знаний показали ниже показателей тех, которые были во время дистанционного обучения. Если в то время оно составляло 67% по городу качество знаний, на сегодняшний день мы, после нашего среза качество знаний показало 52%. Вот по итогам уже третьей четверти уже мы наблюдаем рост, потому что мы уже начали работать уже по каждому предмету, оказывать помощь уже нашим педагогам со стороны Центра модернизации и управления образованием. И мы увидели, что качество знаний уже повысилось на 2,5%. То есть она составила 54,5%. Ну, конечно, это еще мало, нам надо еще работать. Ну, смотрите, дистанционный формат, он нас подготовил. Если помните, да, у нас погода в городе, она такая изменчивая, особенно в зимний период, морозы по 30-40 градусов, метель там 15-20 метров в секунду или еще больше. И нам приходилось отменять занятия. То есть потом эти занятия мы должны были догонять во время каникул или сужать, объединять несколько часов. Например, математики, если тот раздел составлял за освоение одного раздела, например, за 4 часа, мы ее осваивали за 2 часа, то есть тоже влияло на качество. Да? А теперь мы, если заметили, вот после перехода на дистанционное обучение, в этом году мы не стали отменять занятия, мы говорили, что мы переходим на дистанционный формат обучения. То есть мы продолжаем обучаться, и вот это она послужила плюсом. Это раз. Второй плюс, нашим учителям набрали новые скиллы, новые компетенции. Это работа на интернет-пространстве, и информационно-коммуникационными, и использование информационных платформ. Есть такие учителя, они параллельно подключают свою информационную платформу, и они уже начали использовать, нашли плюсы информационной платформы. Третьи вот информационные платформы, вот третьи плюсы, они очень долго настраивались, они очень долго приводили в соответствие, может быть, очень долго меняли контенты, и при переходе на дистанционное обучение все информационные платформы начали быстро менять свои контенты. Сейчас они тоже научились быстро менять и наполнять новыми содержаниями свои контенты. Будет ли проект дистанционного образования как-то в дальнейшем использован? Если мы не ошибаемся, 23-я школа как раз-таки работала внедрением этого проекта. Ну, пока законодательно у нас не закреплено обучение в средних школах дистанционно в формате, чтобы дети не ходили в школу, они обучались из дома. У нас только на дому могут обучаться дети, которые инвалиды. В 23-й школе пока не рассматриваем, если законодательно будет, можно было бы рассмотреть. Да? Но сугубо мое личное мнение, даже вот вы говорили, что 74% родителей не согласны с дистанционным обучением, да? И многие родители не согласны. У нас есть, обращаются, если из 100 родителей только, может, 1-2, которые обращаются, чтобы детей не отправлять в школу, обучали дистанционно. Но дети понимают, детям нужна социализация. Дети должны ходить в школу, дети должны общаться, дети должны получать не только обучение, еще есть воспитательный процесс в школе. Они должны общаться со своими сверстниками, с учителями, и мы должны еще проводить воспитательную, такую огромную воспитательную работу с нашими детьми. Поэтому я думаю, что нельзя переводить школы на дистанционный формат обучения, надо проводить обучение в офлайн режиме. Ұлттық бірыңғай тестілеу жағдайына келетін болсақ, былтыр ол электрондық форматта өткізілді. Биыл қалай өткізіледі, қандай жағдайлар бар, не істеліп жатыр? Енді ұлттық бірыңғай тестілеу соңғы осы жылдары, осы соңғы 3-4 жыл болды. Өте жақсы жағына өзгерістер байқалуда. Қоғам тарапынан да осы ұлттық бірыңғай тестілеуіне сенім болмайтын. Қазір сенім пайда бола бастады.
Биыл бізде 8 мыңға жуық түлегіміз 11-ші сыныпты бітіріп ұлттық бірыңғай тестілеуіне қатысып жатыр, әлі де қатысатындары бар. Енді қандай өзгерістер биыл? Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуде біраз өзгерістер бар. Ол бір оқушы, бір компьютер, 2 камера. Сондай қағидаты енгізілген, прокторинг жүйесі енгізілген. Бұрынғыдай біреудің орнына біреу кіріп кетіп, немесе басқа біреудің баласының орнына бір бөтен адам кіріп кетіп тапсыру деген ондай мүмкіндіктер болмайтын болады. Одан кейін грантқа түсу үшін 2 рет ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 рет тапсыруға мүмкіндік берілетін болады. Тағы бір жақсы мәселе ол мына мектептің басшылары мен білім басқармасына, мектептің ұстаздарына өте үлкен көмек жасалып жатыр білім және ғылым министрлігі тарапынан. Ол балалардың тапсырған ЕНТ-ның ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы, ол қалай жауап берді, қандай әр пәнне, мысалы тарих пәнінің қандай жерлерінде, қай тарауларында дұрыс жауап бермеді, соларды анализін, сараптамасын мектептерге беретін болады, білім басқармаларына. Ол өте жақсы, яғни әр мектептің мұғалімі, мектеп әкімшілігі оны қарап айта алады. Яғни мына біздің мектептің түлектері мына тарауды, немесе осы жерде математикадан мына теңдеулерді дұрыс шығара алмайды екен. Яғни өздерінің педагогикалық кеңесінде олар соны талқылап, соған көбірек көңіл бөлуге, ол да білім сапасын көтеруге үлкен мүмкіндік беретін болады. Қашықтықтан оқыды балалар, 15%-ға білім деңгейі төмендеді дедіңіз. Енді көп жерде осы балаларды жаз уақыт кезінде мектепте қосымша сабақтар оқыту мәселесі талқыланып жатыр. Ол міндетті ме, міндетті емес пе, кімдер барады, кімдер бармайды? Ол негізі ата-ананың қалауы бойынша біз былай міндеттеп қолдан сүйреп әкеп отырғызуға әрине жазғы каникул уақытында отырғыза алмаймыз. Бірақ та бізде өзі қыстың өзінде бір айдай үйде қашықтықтан білім алып отырдық. Оның алдында 1,5 жыл бойы қашықтықтан білім алып отырдық. Енді сол жерде кеткен олқылықтар бар. Сол олқылықтарды орнына келтіруге осы жазғы мектептерін ұйымдастырып жатырмыз. Мен бірақ ата-аналарға айтатын едім, балаларды жіберу керек. Ол жерде барлық пәндер оқытылмайды. Ең негізгі пәндері балалардың оқытатын дене шынықтыру, еңбек деген сабақтар, оның барлығы алынып тастайды да, тек қана математика, химия, физика деген сияқты негізгі пәндер солар қалдырылады. Оны біз 17 маусымға дейін жоспарлап отырмыз. Яғни міндетті емес, бірақ сіздің кеңесіңіз ата-аналарға мүмкіндігінше баланы осы жазғы мектептерге жіберуге тырысу керек. Дұрыс қой? Қай класстар барады, әлде барлығы ма? Барлығы бармайды. Бұл жерде 9 және 11 сыныптарында мемлекеттік емтихан тапсыратындар, олар босатылады жазғы мектепте. Неге десеңіздер, ол уақытта олардың мемлекеттік емтихандарын тапсыру уақыты. Баратындары 1 мен 8 сыныптардың арасы және 10 сыныптардың оқушылары. Жыл сайын әкімшілік тарапынан арнайы гранттар бөлініп жатады. Биылғы жағдай қалай? Биыл да біз әкімшілік гранты, әкімнің грантын орналастыруды жоспарлап отырмыз. Ең бастысы ол қаламызда жетіспейтін мамандарға. Бізде ең басты жетіспейтін мамандық ол мұғалімдер. Енді 25 жылға дейін біз 67 мектеп салуға жоспарлап отырмыз. Сол жерде кімдер жұмыс жасайды? Ол жерде бізге 2,5 мыңға жуық мұғалім қажет болады. Ол мектептерде жұмыс жасайтын. Енді соларға біз биыл әкімшіліктің атынан 1000 грант мұғалім мамандығына және 250 грант ол медицина саласына да. Неге десеңіздер, медицина саласында да бізде мамандар жетіспей жатыр. Вот как раз вы говорили про то, что именно у нас наблюдается нехватка учителей и медицинских работников. Проводится ли какой-то анализ
по каким специальностям, в каких регионах, и в связи с этим выделяются гранты, я правильно понимаю? Гранты Акима, они выделяются именно после проведения анализа. Анализ он проведен, и мы выделяем для тех отраслей, где нам, для города это важно. Нам важно для города это первое учителя. Особенно, если отметить, учителя начальных классов и воспитатели в дошкольных организациях. Учителей не будет хватать, мы их готовим, поэтому гранты выделяются. Первый грант Акима выделялся с 2018 года. В этом году первый выпуск учителей, которые обучились по гранту Акима, они выпускаются. С 5 вузов, есть региональные вузы, есть наши вузы, и мы уже их можно сказать, трудоустроили. Их 304 выпускника вузов, которые закончили в основном по педагогике начального обучения. Мы их уже устроили, мы их уже закрепили за каждой школой. Мы сейчас проводим процедуру определения учебных заведений. Мы как определим учебные заведения. Вторая процедура, мы уже размещаем государственный образовательный заказ в каждом вузе. Будем давать, там, скажем, для каждого вуза. В основном мы будем размещать для наших вузов, это городские наши вузы. В этих наших городских вузах будут размещены наши гранты по педагогическим и медицинским специальностям. 1000 грантов учителей. 1000 грантов учителей, 250 грантов для медицинских работников. Какие обязанности будут закреплены за учеником или студентом, которые получили эти гранты? Обязательно будет контракт, где прописывается основное главное, что он должен 3 года отработать в наших учебных заведениях или медицинских учреждениях. Хорошо. Предоставляется ли им стипендия? Предоставляется. Гранты одинаковые, такие же гранты. Гранты предоставляются на всех, как положено. Вот здесь этот момент. Они должны отработать в городе Астана, Нур-Султан сейчас. Город Нур-Султан. Да. То есть по контракту это все предусмотрено. Понятно, хорошо. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыра алмай қалуы мүмкін, оқуға түсе алмай қалуы мүмкін. Сол жағдай қалай болады? Осы білім басқармасы осы бойынша жастармен қалай жұмыс істей алады? Енді бізде егер де жоғарғы оқу орнына түсе алмай қалатын болса, бізде колледждер бар. Бізде колледждер бар. Колледждерде жұмысшы мамандыққа 11 сыныптан кейін 10 айдың ішінде оқып, нарыққа шығып, жұмысшы мамандық болып, өзінің жұмысын жасай беруге болады. Немесе 1 жыл 10 айдың ішінде техник мамандығы бойынша, техник деңгейі бойынша оқып, арғартайда нарыққа шығып, жұмысқа шығып, немесе арғартай жоғарғы оқу орнына барып сияқты өзінің оқуын жалғастыра беруге мүмкіндігі болады. Сондықтан бізде егерде жоғарғы оқу орнына түсе алмайтындар болатын болса, оларға біздің колледждер дайын. Келесі бізде колледждерде қысқа мерзімді курстар да бар. Жаңадан мектеп бітіріп оқуға түсе алмай қалған, не істеймін деп жүргендер, маған тез деңгейде мысалы бармен болып, немесе шаштаразшы болып жұмыс жасасам да, немесе киім қысқартып, портной болсам да десе, оған қысқа мерзімді курстар бізде дайын тұр. Бізде қазір 132 қысқа мерзімді курстар бар. Колледждердің әзірлеп қойған, сол жерде де келіп оқуларына болады. Үшінші, тағы да қысқа мерзімді курстар, оларды тегін оқуға болады. Оны жұмыссыз болып тіркеліп, жұмыс орталығы бар, центр занятости. Сол жерге келіп, жұмыспен қамту орталығына келіп, сол жерде жұмыссыз болып тіркеліп, одан кейін сол жерде өздерінің ниеттерін білдірсе, ол жерге олар да грант беріп, қысқа мерзімді курстарды оқу орталықтарында оқытып, сертификаттаудан өткізіп, жұмысқа орналастыруын қамтамасыз ете алады. Бір сұрақ. Мен жоғарғы оқу орнына түсе алмадым. Содан кейін сіздің сөзіңізше олар колледжге бара алады.
колледжде грант бар ма, жоқ па, жоқ әлде ақылы ма? Колледждерде грант бар, бірақ барлық мамандықтар бойынша емес, қайсысы орта білімде оқу керек деген. Соның орта білімдегі мамандықтарының басым көпшілігі сол колледждерде бар. Сол жерлерде оқуына болады. Түсінікті. Яғни ақылы немесе грант арқылы сіз колледжге бара аласыз және жұмыспен қамту орталығына тіркеліп, тағы да тегін курстар арқылы білім алады. Будут ли в этом году летние школьные лагеря? Будут. Будут? Как туда попасть? Какие условия? Что для этого делается? Мы с удовольствием, большой радостью в этом году запускаем летние пришкольные лагеря. Как и раньше, начиная с 25 июня до 1 июля у нас действуют школьные пришкольные лагеря. Помимо этого у нас будут действовать еще пришкольные лагеря спортивного направления, Дидар-Лыжас. Помимо у нас есть еще 2 загородных лагеря, лагерь Арман и лагерь Боровичок. Есть у нас палаточные лагеря, которые будут действовать все лето. И они будут работать, они будут принимать. Любой родитель может обратиться в своей школе и записаться. Будут действовать пришкольные лагеря, еще летние лагеря творческого направления во всех организациях дополнительного образования. Это наши дворцы школьников, школы искусств, музыкальные школы и другие. Меня интересует финансовый вопрос. Это будут лагеря платные или бесплатные? Пришкольные лагеря все будут бесплатные. Творческие лагеря есть часть бесплатных, часть платных. Поэтому всю информацию могут родители получить уже в школе у директоров и заместителей директоров. Хотелось бы еще задать вот такой вопрос. В редакцию Елорда очень много поступало от родителей по поводу своих первоклашек. Они хотят отдать, очень много было ажиотажа по этому поводу. Биномы, много других школ открывалось, некоторые школы не принимали документы. Вот как с этой ситуацией быть? Ну, ажиотаж, конечно, с первых дней он был. Мы принимаем документы в первый класс с 1 апреля по 1 августа. Ажиотаж сложился вокруг школ Бином. Конечно, желающих очень много, родители хотят, заранее записывались, но мы, когда 1 числа запустили, то есть Бином, когда набирать, за 44 минуты заполнились все первые классы. По всему городу? По всему городу, в сети школах Бином. Но мы не говорим, что с Биномом все. Раз в Биноме не поступили в Бином, то есть не могли зачислиться в Бином, значит, вы никуда не принимаете. Нет, мы всех детей обеспечим первым классом, всех детей обеспечим учебниками первых классов. Вопросы стали это в районе ЖК Камал, ЖК Арнау, по улице Улудала, угол улицы 38 и Мәңгілікел. В этом квадрате вопрос, конечно, он стоял. Мы сейчас эту проблему на сегодняшний день решили. Каким образом? Первое, что мы решили, мы создали условия для этого квадрата. Школа номер 82, специализированная школа, она сидела у нас в здании на 2400 мест, 2 смены, и там обучались у нас в специализированных классах порядка 700 только детей. Детям, которые живут в домах рядом с 82-й школой, приходилось ехать в 84-ю, 85-ю школу. Это квадрат улицы Мәңгілікел и Қабанбай Батыра из Ахмешит. То есть несколько кварталов на одном автобусе, ну, необходимо, неудобства были. Хотя у них во дворе есть школа. Теперь мы как решили, мы размещаем на базе в здании 82-й школы, отдаем это здание, 95-ю школу,
создаем там 95-я школа, которая может уже принять с 1 класса. Это не специализированная школа. Специализированные школы и лицеи мы не убираем с этого здания, мы их переводим в один блок. Соответственно, понятно, 700 детей, они в одном блоке могут разместиться, все условия делаем, спортивный зал оставляем, библиотеку оставляем, предметные кабинеты оснащаем, то есть все условия, столовые оставляем, и они в таких же условиях, но только в одном крыле будут обучаться. В одном здании В одном две школы. И тогда мы для 95-й школы, она 95-я школа, будет принимать жителей ЖК «Камал», в частности, и рядом, который находится рядом с 82-й школой ЖК. Уже дети не будут ездить в другие школы. Они могут выйти из дома, пойти рядом стоящую школу. Сіздерде колл-центр бар ма? Қалай хабарласып, ақпаратты қалай білуге болады? Бізде колл-центр бар. Біздің колл-центр 55-68-70. Және де біздің сайтта қарауға болады. Сол жерде де хабарласуына болады. Біздің сайтта менің блогыма жазуға болады. Біз тез жауап береміз. Немесе ақпарат алудың 3 арнасы бар. Колл-центр бар, әлеуметтік желі, сайт бар, әлеуметтік желі бар. Сайтта сіздің блогыңызға жазу керек. Дұрыс қой? Түсінікті. Вот когда начнется распределение детских садов? Детские сады мы планируем начать распределение с 15 июня текущего года. Большое количество мы будем выделять от 3-летним детям. Это порядка 4,5-5 тысяч мест по городу. Они сейчас работают в штатном режиме? Детские сады все работают в штатном режиме. Как вот карантин закончился, и все мы начали работать в штатном режиме. Вот как раз вы в своих словах отметили, что сейчас идет у нас бэби-бум, 20 тысяч, как вы сами озвучили, 20 тысяч детей идут в первые классы. Подскажите, пожалуйста, как со стороны акимата, да, со стороны государства решаются эти проблемы? Строительство новых школ, обучение учителей. Очень такие приятные... Когда мы уже закроем эту тему? Мы, наверное, эта проблема у нас, она будет. Мы, конечно, закрываем. Если по строительству школ, касательно по строительству школ, мы в 2021 году акимат ввел в эксплуатацию 15 школ на 30 тысяч мест. То есть в прошлом году, в 2021 году у нас функционировало 8 трехсменных школ и 22 переуплотненных школ. Как ввели мы 15 школ в эксплуатацию, решились вопросы 4 школ с трехсменных, то есть с 8 до 4 она снизилась. И решили вопрос переуплотненных школ, то есть с 22 до 15 мы снизили. То есть у нас остается еще 4 школы и 15 школ переполненных, 4 школы с трехсменным обучением. Это у нас для нас это большая проблема, которую мы должны решать. Такая приятная проблема, потому что детей много, это очень хорошо, что город растет, особенно детей много становится. Мы эту проблему решаем каким образом? Мы до 2025 года планируем ввести в эксплуатацию 67 школ. В этом году, в 2022 году, мы планируем ввести в эксплуатацию 11 школ на 23 тысячи мест. Я думаю, и решим проблему одной школы с трехсменным обучением и 7 школ с переуплотненным обучением. То есть до 2025 года в наших планах, и это для нас большая задача, которая стоит перед нашим управлением, в целом перед акиматом, решение проблемы трехсменных и переуплотненных школ 100%. Как решаются проблемы с детскими садами? Эту проблему, можно сказать, что она уже несколько лет, условия создаются для частных детских садов. На сегодняшний день от 3 до 6 лет охват детей дошкольным обучением составляет 99% у нас по городу. За счет чего мы охват делаем? Конечно,
население говорит, как это 99%, но большинство детей у нас ходят в частные детские сады. Частные детские сады тоже берутся в учет. Мы на сегодняшний день размещаем государственный образовательный заказ для частных организаций. У нас около 300 частных организаций на сегодняшний день, которые получают государственный образовательный заказ. И у нас 95 государственных заказов. У нас половина детей, они ходят в частные детские сады и получают от государства дотацию. Эта дотация за ребенка мы оплачиваем 42 тысячи тенге. Родитель оплачивает уже 20 800 тенге за питание ребенка. То есть ежемесячно от государства идет 42 тысячи, плюс родитель сверху за питание платит 20 тысяч. Да, 20 800 тенге. Да. Учитывая государственные и частные детские сады, сейчас по статистике мы покрываем 99%. Да. Правильно понимаю? Правильно. Отлично. Мектептердің алдында кептеліс болады. Бұл мәселе. Бұл да мәселе. Жаңадан мектептер ашылып жатыр. Осы жағдай ескеріле ме? Жалпы таңертең, мысалға, кейбір мектептердің орналасқан көшесінен өту мүмкін емес. Не істейміз? Бірінші, барлық мектептегі білім сапасы бірдей болу керек. Мұғалімдердің деңгейі бірдей болу керек. Жасалған жағдай барлық мектепте бірдей болу керек. Өкінішке орай, бізде білім сапасы барлық мектепте бірдей емес. Әр мектепте әртүрлі. Мұғалімдердің деңгейі әр мектептегі әртүрлі. Әкімшіліктің ата-анаға деген қарым-қатынасы әр мектепте әртүрлі. Менеджмент әртүрлі. Енді жағдай бала санына байланысты жағдайды бірдей қылып жасауға тырысамыз әр мектепте. Бірақ та баланың санына байланысты, жан басына қаржыландыруға байланысты, қаржыландыру мәселесі. Енді былайша айтсақ, ата-аналар қазір көбі баланың қай жерде сапалы білім береді, сол жерге қарай апарады. Мұғалімді іздейді, мұғалімнің артынан барады. Сондықтан көп ата-аналар балаларын өзінің мына шағын ауданда емес, есіктің алдындағы мектепке емес, немесе қаланың басқа жақ шетіндегі мектепке сон баланың білім үшін апарады. Енді мектептер салынғанда да ол жерде бар ана мәселелер. Кейбір мектептерде кіріп шығатын жері тар. Енді оны мектеп салған кезде, сынып бойынша салған кезде балалардың жаяу келіп және эвакуациялауына ыңғайлы жасалады ғой. Бірақ та үлкен кептеліс болып жатқан кезде әрине қиындықтар туғызады. Сондықтан біз ол мәселені шешу үшін қазір сараптама жасап жатырмыз, анализ. Әр мектептердегі мұғалімдердің сапасына. Бізге мүмкін мектепте неге ол білім сапасы төмен? Мүмкін ол мұғалім 7-8 жыл болды өзінің білімін жетілдірмеген мұғалім шығар. Мүмкін ол мұғалімде сағат саны шамадан тыс шығар. 40-42 сағаттан алып отырған шығар. Өзінің жетілдіруіне мүмкін уақыты жетпей жатқан шығар. Немесе ол мұғалімді басқа жұмыстармен жүктеп қойған шығар. Вот сондай үлкен анализді қазір біздің білім беру жаңғырту орталығы жасап жатыр. Оның бір үлкен жүйе жасайық деген ойдамыз біз қазір. Бүкіл қаланың мектептердегі мұғалімдердің білім беру сапасын бір деңгейге келтіру. Егер мұғалімдер болады, курстарға да бармайтын, өзінің таңертеңнен кешке дейін сағатты алып алып, сосын кейін курсты өтуге уақыты болмай қиналып жүретін мұғалімдер де болады. Сондайлар болмас үшін біз сол мұғалімдердің, курстан өтпеген мұғалімдерге курстарды ұсынып, мектептің директорларының алдына мақсат қойып, осындай мұғалімдерді, осындай мұғалімің сенің осындай жылдан бері курс өтпеген, сол курсқа бару керек деген сияқты сондай талаптарды күшейтейік деп жатырмыз қазір. Жақсы, онда осы мұғалімдердің мәселесін көтерейікші. Біз жаңа өзіңіз айттыңыз, бюджет өсіп жатыр, мұғалімдердің айлығы өсіп жатыр. Мұғалімнің білім беру сапасын арттыру үшін тағы да қандай шаралар жасалып жатыр? Енді мұғалімдер 3 жыл сайын өздерінің курстардан өтіп тұру керек.
біздің тараптан әртүрлі курстар, ұсыныстар беріліп жатыр. Білім және ғылым министрлігінен тегін курстар өткізіп жатыр. Мұғалім сол өзінің курстарға қатысу керек. Ол неге деген сөз? Заман өзі тез өзгеріп жатқан кезде, білім беру мазмұны өзгеріп жатқан кезде мұғалім де өзгеріп отыру керек. Ол да курстарға барып, ол да өзінің білімін жетілдіріп, жаңа қажетті құзыреттіліктерді алып отыру керек. 3 жылда өту керек дедіңіз. Міндетті ме, міндетті емес пе? Міндетті. 3 жылда курстан өту міндетті. Ақылы мемлекет тарапынан? Ақысыз, мемлекет барлығын төлейді. Ақысыз курстар, ақылыны болмау керек курстар. Ақылы курстарды тек мұғалім өзі ниетімен, оны ешкім қинамау керек. Ақылы курстарды егер басқа жерден тағы да жетпеген құзыреттіліктерім бар, басқа жерден алам дейтін болса, оны немесе оқу орталығы оның курсымен қанағаттанбайтын болса, өзі ізденіп барып, басқа жерде іздеп, басқа курстарды оқып келетін болса, оны бізде айта алмаймын, сен барма деп. Оны өз шешімімен, мұғалім өзі шешіп бару керек. Жаңа сөзіңізде білім сапасы бойынша айттыңыз ғой. Қазір ата-ана тарапынан көптеген соған байланысты арыз шағымдар келеді. Қазіргі білім сапасы заманауи стандартқа сәйкес келе ме? Жалпы ол үшін не істеп жатсыздар? Енді білім сапасы жақсы болу үшін білімнің мазмұны жақсы болу керек. Заманның талабына қаратай білім мазмұнын да өзгертіп тұрады. Енді сапа ол балаға қаншалықты мұғалім тарапынан білім қаншалықты толық жеткізілді, бала қаншалықты ол білімді игерді, соған байланысты. Енді білімнің сапалы болуына оқулықтардың да, білім берудің мазмұнының да сапалы болу керек. Қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнын оқып жатыр. Біздің ұстаздардың көбі қазір оқудан өтті. Барлығы делік жаңартылған білім беру мазмұнын оқудан өтті. Ол керек, жаңартылған білім беру мазмұны. Ол заманның талабына сай. Бізде заман өзі, жаңа технологиялар күнде бірдеңе өзгеріп жатады. Қазір бұрын бір жылда өзгеретін болса, кейін бір ай сайын өзгеретін болды. Қазір осымен біз екеуміз сөйлесіп отырған кездің өзінде бір жаңа технологиялар пайда болып жатыр. Сағат санап технологиялар өзгеріп жатыр. Соған байланысты білім беру мазмұнында біздің балаларды кейін оқуға түсіп, ертең өмір сүрген кезде соған байланысты өздері өмір сүре алатындай білімді беруіміз керек балаларға. Соған лайықтандырылған білім беру мазмұнды болу керек. Егер де біз оларды олай оқытпайтын болсақ, біз үлкен қателік жасағандық болатын боламыз. Түсінікті. Сіздің жеке өміріңізге келсек, қанша балаңыз бар ма, мектептерде оқи ма, олардың білімі қалай? Білімі жақсы. Үлкен қызым менің білім инновация лицейінде оқиды. Ұлым үлкен қызым енді биыл бітірейін деп жатыр, 11-ші сыныпты. Ұлым қазір 6-ші сыныпта, қаламыздағы өзіміздің үйге жақын жерде 73-ші мектепте оқиды. Кішкентай қыздарым бар, олар әлі мектепке барған жоқ, енді баратын болады. Жақсы оқи ма? Жаман оқиды деп айта алмаймын, енді 5-пен оқымайды, толық 5-пен оқымайды. Ең бастысы білімдері жақсы, 4-пен 5-пен оқиды. 3-тері жоқ, күнделіктері жоқ, бірақ 4-пен 5-пен оқиды. Мен енді бастымнан мектеп басшыларынан да өзімнің сол жердегі балаларым оқитын жерде сұраймын. Мұғалімдер, ойбай, мынау басқарманың басшысын баласы екен деп өтірік баға қоймасын деп, олар ондай жасамайды. Нақты бағасын 4-ін алса 4-ін қойып береді, 5-ін алса 5-ін қойып береді. Жақсы, онда ата-ана ретінде мүмкін естідіңіз, сізге таныс шығар. Көп жағдайда мынау мұғалім тарапынан балаға қысым көрсетіледі, немесе кейде әлеуметтік желілерде айтылып жатыр,
баланың тарапынан мұғалімге деген бір өзінің әртүрлі жағы келіспеушіліктері бар. Осы жайын айтып өтсеңіз. Әрине, қоғам болғаннан кейін, бір ұйым болғаннан кейін, коллектив болғаннан кейін әртүрлі мәселелер болып жатады. Бірақ енді шешімін табуға, уақытылы табуға тырысып жатамыз. Медиацияны қолданып, мектептегі біз қазір медиацияны дамытып жатырмыз. Балалардың өздері бір-бірімен табысу дегенді соны қолға алып жатырмыз. Сол мектептің ішінде өзімен достасып, соны мектепшілік медиация арқылы шешу деген сондай жобаны қазір іске асырып жатырмыз. Бізде 26-шы мектепте өте жақсы қолға алынып жасалып жатыр. Енді егер ұстаздың тарапынан балаға қысым көрсетілетін болса, әрине ол әр мектептің өзінде кеңесі бар, педагогикалық кеңес бар. Және мұғалім ұстаздың мәртебесі заңында көрсетілген, мұғалімнің педагогикалық этикалық. Егер мұғалім ұстазға жат қылықтар жасап, балаға тиісетін болса, немесе ата-анасына тиісетін болса, әрине ол кісілерге заң жүзінде шаралар қолданатын болады. Ата-аналар тарапынан болатын болса, ұстазға ол да қарастырылған білім мәртебесі заңында да, ол жерде де. Енді қайда барамыз дегенде, ең бірінші әрине кімге барғы? Ол мектептің директорына. Мектептің директоры оның ішіндегі педагогикалық кеңесте қарастыру керек. Егер де ол жерде шешім қабылданбайтын болса, онда білім басқармасына хабарласып, немесе білім саласын бақылау департаментіне хабарласуға болады. Сол жерге хабарласып, ол жерде уже комиссия құрылып, солардың төңірегінде шешілетін болады. В Казахстане 2022 год объявлен годом детей. Как озвучил наш президент, у нас разрабатываются законопроекты касательно буллинга детей. Вот вы в своем разговоре отметили про это, про медиацию в том числе. Можете прокомментировать эту ситуацию? Как сейчас эти вопросы решаются? Имеет ли место быть? Что делает управление образования? Есть у нас отдел по защите прав несовершеннолетних. При случае буллинга, конечно, есть алгоритм, где мы уже совместно с ювенальной полицией уже принимаем соответствующие меры. Пока таких буллингов пока еще не было, не встречал за 4 месяца. Но если, конечно, буллинг будет, это на уровне школы, на уровне управления образованием города, эти вопросы мы можем решить. А системные меры, которые они принимаются, конечно, чтобы буллинга не было, мы внедряем в школах, на сегодняшний день в 25 школах мы внедрили должность менеджера по профилактике правонарушений. То есть на сегодняшний день в 25 школах мы пилотно с начала года внедрили. Мы сейчас проводим анализ, и у нас задача есть, чтобы к 1 сентября внедрить во всех школах города менеджера по профилактике правонарушений. Эти люди непосредственно они будут заниматься именно профилактикой правонарушений, именно вопросами буллинга. То есть это для чего? Потому что в школах были институты инспекторов по делам несовершеннолетних в каждой школе. Сейчас институт инспекторов по делам несовершеннолетних, он чуть упразднился, и они сейчас находятся зональными. То есть 6 школ, например, 6-7 школ и 1 инспектор по делам несовершеннолетних. Конечно, он не будет успевать. Есть участковые инспектора, конечно, они тоже не будут успевать. Нам нужны люди, менеджера, которые будут этим заниматься, и мы внедряем эту должность менеджера по профилактике правонарушений. Они именно будут заниматься с детьми, смотреть совместно с заместителем директора по воспитательной работе, с психологом школы, социальным педагогом. Все вот это 4 человека, которые будут заниматься и предотвращать буллинг среди детей. То есть вы хотите сказать, что за 4 месяца
Пока не было фактов. Не было фактов. Хорошо. Мне хочется еще как раз-таки для наших зрителей прокомментировать эту ситуацию. В редакцию Елорда очень много поступало как раз-таки по этому вопросу, да, ситуации. Что делать родителям? Они должны идти в школу менеджерам. Непосредственно к директору школы. В первую очередь директор школы и заместитель директора по воспитательной работе, который отвечает. 2 человека, которые должны решать проблемы. Хорошо, все понятно. Большое спасибо. Да, мне кажется, очень была интересная беседа. Всем спасибо. Рахмет әңгімеңізге. Сізбен бірге болғанымызға қуаныштымыз. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған Ел мен Орда арнасы келесі кездескенше.